Дужнов өзін кінәлі деп есептемейді. Алматының Ақбұлақ ықшам ауданында 5 адамды атып тастаған ол істеген ісіне өкініп те отырған жоқ. Бүгін сотта сөз алған Игорь Дужнов Украинаның шығысында сепаратистер сапында соғысқанын, қару ұстауды да сол жақта жетік меңгергенін ғана мойындады. Сот отырысында мемлекеттік айыптаушы қанды оқиға кезінде телефонға жазылған видеоны да көрсетті. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толығырақ айтып берсін. Ақбұлақ ықшам аудандағы қанды оқиғаның ақ-қарасы ақырындап ашылып келе жатыр. Бүгін өткен сот отырысында куәгерлер мен жәбірленушілерден жауап алынып, кейін сөз сотталушының өзіне берілді. 30 минутқа жуық уақыт сөйлеген Игорь Дужнов әңгіменің әлқисасын Донбассқа барған сәттен бастады. Қару ұстауды да сол жерде жетік меңгердім деп мойындады. Донбассқа бару туралы шешім қабылдағанмен ешкімге айтқаным жоқ. Өзімнің алтыннан жасалған ескі бұйымдарымды сатып $2000 таптым. Әйеліме қаржы мәселесін шешу үшін Ресейге жұмыс бабымен кеттім деген хат қалдырдым. Мен осы уақытқа дейін қару ұстау бойынша тыңғылықты дайындықтан өткенмін. Ал тактикалық атыс бойынша дағдыларымды Донбасстағы ұрыстарда шынықтырдым. Бүгінгі сотта прокурор қанды қылмыс болған сәттің бейне жазбасында көрсетті. Видеода сот орындаушылары үйге кіргенде Дужнов өзін ауыр күйде екенін айтып, гаражға қарай кетіп қалады. Сәлден кейін қолына мылтық алып шығып, келгендерге қабырғаға қарауын бұйырған. Ешкім мән бермегесін, қаннен қаперсіз тұрғандарға оқ жаудырады. Бірақ судья видеоны ақпарат құралдарынан көрсетуге тыйым салды. Гаражға кіріп, қаруымды 10 оқпен оқтадым. Ыңғайланып тұрып, үйге кіргендерге қабырғаға қараңдар деп бұйырдым. Үйге баса көктеп кіруге қатысы жоқ адамдарға, нақтырақ заңгермен қамқоршылықтан келген әйелге шетке тұруға мүмкіндік бердім. Олар тыныш шығып кетті. Басып кірген топта атқаннан кейін көшеде көмекке келетін полицейлер тұрғанын түсіндім. Оларға да оқ аттым. Полицейлерді өлтіру мақсатым болмады. Олар менің үйімнің сыртында тұрды. Таусылған соң Дужнов гаражға барып мылтығын қайта 5 оқпен оқтаған. Кейін екінші қабатқа көтеріліп, тіпті өз-өзін өлтірмекші болыпты. Алайда шырылдаған бүлдіршіндердің дауысын естігенде райымнан қайтып полицияға берілдім деп отыр. Десе де ол өзін кінәлі сезініп отырған жоқ. Просто я начал менять историю. Я хочу заявить, виновным я себя не признаю. Дужновқа қатысты сот ісі 18 наурызда басталды. Оған кісі өлтіру және билік өкіліне шабуыл жасау баптары бойынша айыптар тағылған. Еске салайық, қайғылы жағдай былтыр қыркүйек айында Алматының Ақбұлақ ықшам ауданында болды. Банктен қыруар несие алып, оны өтей алмай, сот шешімімен үйін алуға келгендерге Дужнов оқ жаудырып, 5 адамды мерт қылды. Нұртілеу Жылқышыбай, КТК, Алматы.